Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз барлық жасап жатқан қазан самса жасайтын боламыз. Бізге ет, ұн, жуа, картоплымыз болса жеткілікті. Мен бірінші осылай етті үлкен кусоктарға бөліп, мясорубкадан өткіземін. Одан кейін мен жуаны мясорубкадан өткізбей, осылай ұсақ қылып тураймын. Одан кейін картоплымды да осылай мясорубкадан өткізбей, ұсақтап турап аламын. Одан кейін үстіне бұрыш қосып, тұзымыз салып, және де ұнайтын специяларыңызды қосып араластырсақ болады. Мен осылай қолмен араластыра беремін. Енді қамырымызды жасайтын боламыз. Бір шай қасықтай тұз саламыз. Және бір жұмыртқа саламыз. Одан кейін сары майымыздан салып, барлығын араластырамыз. Осылай су құйып отырып араластырамыз. Менің қамырым да дайын болды, өте керемет болып тұр. Енді жайып, ішіне фаршымызды салатын боламыз. Осылай фаршымызды салып болғаннан кейін осылай түйетін боламын. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басуларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Барынша қазақша контенттің дамуына үлесімізді қосайық. Осындай керемет болып шықты. Енді жұмыртқаның ағына осылай малып алып, қызған қазанымызға жабыстыратын боламыз.
Одан кейін жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып бетіне жайып жағып шығамыз. Одан кейін бетін 30-35 минутке жауып қоямыз. Мінекей достар, иісі өте керемет болып шықты. Лайк басып тіркеліп кетеміз.